Ал енді әрбір қазақ қыз-келіншектеріне менің айтар апалық қамқорлығым, кеңесім десем болады. Жолдасыммен тұрған өмірдегі шынайы бақытқа ие болған шағымда, енді мен өте жастай шықтым, бұған дейін де айтқан едім, және жастай жесір қалдым. Енді бұл барлығы Алланың бұйрығы. Енді қазір деген өте дамыған уақыт, 21 ғасыр, ақпарат заманы ғой. Көп адамдар ойлайды да жаңағы шетелдің психологиясын дамытып, сонымен бірге жаңағы бай болсам, бақытты болсам, мен бала-шағамды да жеткізер едім, адамзатқа да көмектесер едім, ықпалым жасар едім, Алланың да разылығын алар едім деп. Білесіз бе бір нәрсені? Ең бірінші Алланың разылығын алу үшін деп ниеттену керек. Және де екі түрлі нәрсе бар. Біреуі жан, екіншісі енді сол жан мен тәнді, содан кейінгісі ең сондай бір адамға бір қолдан бір уыстан шығып кететіндей ықпал көрсететін нәрсе ол нәпсі. Осы бір нәпсіні біз игере алмай қалатын кезіміз көп. Миды тыңдау керек деп жатады ғой. Миыңды ретте, сол кезде сені бәрі жақсы болады дейді. Жүректі ретте деп, жүректі ретке келтір, жүрекпен бірге Аллаға шық деп ешкім айтпайды. Негізінде Құранда да, хадисте де, барлық ата тегімізді қалдырып кеткен нәрсе, ол айтады. Денеде бір ет бар дейді, жұдырықтай. Сол ет дұрыс болса дейді, барлық әлем дұрыс, өзің дұрыссың, адамзаттың әлемі дұрыс. Ал егер сол ет дұрыс болмаса, барлық нәрсе теріске шығады екен. Сондықтан миды екінші орынға қойыңыз. Ол ақылмен жасау, ол болады қай кезде жүрекке сезімталдық, Алла тағаланы еске алу, Алланы зікірлету, Алланы саналы түрде қабылдау, Аллаға деген махаббатпен, мейірімен қараған кезде болады да. Сондықтан көп нәрседе біз ұмытып кетіп жатамыз. Сол бір жүректі тыңдағанымыз болар, шынайы түрде өмірде сол бір кезеңдерде бақытты бола білдік. Одан кейін өмірдің жартысы бақыттан, жартысы адамды өзінің ниетіне қарай Алласына қайтатын кезде түзетуден тұрады деп өзім солай пайымдап өзіме жазып қойғанмын. Расында да солай. Адамға бармақтай бақ береді, қадірлесең ол бақ болып қалады, қадірлемесең ол бір сор болады да. Сондықтан менің қазіргі уақытымдағы нәрсе жалғыздық, және шынайы түрде сол бір бақытты кезеңдерді адам баласына жеткізу болатын болса, сол тұрғыда мен қазір жұмыстанып жатқан жайым бар. Оған себепкер Аяным. Ендеше Аяннан бастайық. Аянның қалай болғандығы, қалай